Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге 15-20 минутта дайын болатын қазан нанның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл нанның кәдімгі наннан ерекшелігі қазанның қақпағында пісетін болады. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен ашытқы дайындаймыз. Ол үшін жылы суымызға қант саламыз, тұз саламыз және ашытқымыз салып, барлығын жақсылап араластырып, жылы жерге 5 минутқа қойып қоямыз. Әзірше ұнымызды дайындап аламыз және сұйық май құямыз және дайын ашытқымызды құйып, қамыр илейміз. Және достар, сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. Қазақша контенттің ары қарай дамуына үлес қоссаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, апта сайын арнамда қарапайым дәмді рецепттермен бөлісіп тұрамын. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақындарыңызға, достарыңызға осы каналдың сілтемесін жіберіп, қазақша контенттің дамуына үлес қоссаңыздар. Мінекей қамырымыз дайын. Қамырымыз осындай тығыз, орташа болу қажет, яғни қатты да емес, жұмсақ та емес, осылай орташа болу қажет. Енді ыдысымызға салып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз толықтай көтерілді. Енді осы қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті дөңгелетіп аламыз. Содан соң бетін жауып 2-3 минутқа қойып қоямыз. Әзірше қазанымызды отқа қойып дайындаймыз. Газдың оты осылай орташа отта шығып тұру қажет. Мінекей осылай болу қажет. Енді қазанымызды алып, газдың бір жақ бөлігіне қойып қыздырамыз. Және қазанның қақпағының ішкі бөлігін жақсылап жуып тазартып аламыз. Ешқандай майдың қалдықтары болмау қажет. Егер майдың қалдықтары болса, біздің нанымыз жабыспай қалады. Сол үшін жақсылап жуып тазартып аламыз. Және газдың екінші бөлігіне қойып жақсылап қыздырамыз. 2-3 минут өткен соң қамырымыз осылай толықтай көтеріледі. Қамырдың бір бөлігін бетін жауып алып қоямыз. Содан соң қамырымыздың бір бөлігінен нанның формасын келтіреміз. Қамырдың ортасынан басып, қолымызбен дөңгелетіп, қамырдың формасын келтіреміз. Қамырдың ортасы шет жағына қарағанда кішкене жұқалау болу қажет. Содан соң қамырдың ортасын осылай нан ұрғышпен немесе шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Және келесі жақ бетін ауыстырып, келесі жағының ортасында осылай тесіп шығамыз. Және жұмыртқаның ақ-уызын алып, қамырдың бір жақ бөлігіне толықтай жағып шығамыз. Содан соң қызып тұрған қақпағымызды алып, барынша абайлап ұстаңыздар, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Және қамырымыздың ақ-уыз жаққан бөлігін төменге қаратып қоямыз. Мінекей өзіміз қақпаққа осылай қойған кезде қамырымыз толықтай жабысып қалады және осылай формасын әдемілеп келтіріп аламыз. Содан соң жұмыртқаның сарысын қамырдың барлық жеріне жағып шығамыз. Және шанышқымен осылай ортасын тесіп шықсаңыздар болады. Және қалауыңызға қарай кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Бұл енді өзіңіздің қалауыңызға қарай. Және достар, қазанымыздың түбі күйіп кетпес үшін 2 уыс тұз сеуіп қоямыз. Және қақпағымызды жауып 15-20 минутта нанымызды пісіріп аламыз. Мінекей достар, 15-20 минуттан кейін нанымыз толықтай пісіп шықты. Әдемі ол қызарып пісіп шығады. Қазанымыздың түбі де ешқандай күймеген. Осылай тұз салсаңыздар күймейді. Мінекей нанымыз жұмсақ, таңдырда піскен нан секілді. Дәмі де кәдімгі нанға қарағанда өзгешелігі бар. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Аягөз.